түрлі кезеңдердегі философиялық ойдың даму тарихымен танысқан болатынбыз. Бүгінгі үй тапсырмасының барлық тақырып тапсырмалары осыған байланысты болады. Бірінші сабақтастарымен үй тапсырмасын сұрау кезінде антикалық философия тақырыбы бойынша алдымен квест етеміз. Одан кейін орта ғасырлар философиясы бойынша иә жоқ тапсырмасын орындаймыз. Үшінші жаңа заман философиясы бойынша сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Төртінші классикалық неміс философиясы бойынша карточкамен жұмыс жасайтын боламыз. Барлық осы тапсырмалар бойынша тапсырмалар сіздерге WhatsApp-тағы өзіміз жұмысты істеп отырған топқа жіберілген. Енді одан бастаймыз. Тақтаға шығып орындағысы келетін оқушылар бар ма? Қандай сұрағы? Міне орындайды. Қалғанымыз барлығымыз орнымызда телефондан орындаймыз. Бүгінгі сауалды бастауышымызға ең алдымен есік ашу керек, ал ол есікке құпия сөздер керек. Біз тестіге жауап береміз. Ең бірінші бізге көрінетін тот, ал бұл тот тазалау үшін бізге сызып керек. Сызбытына аламыз. Тот тазалаймыз. Алынбай ма? Я уже сұраққа шықты. Тәкін сұрақ. Алғашқы грек философиялық мектебі қай қалада пайда болды? Милет қаласында пайда болды. Бірінші сұрақтың жауабы С болды. Ана жерге жазып қойыңыз. Міне. Қандайда? Мен шешім. Айдос. Алдымен атын жазасыз. Мына жерге аты-жөніңізді жазыңыз. Берген клавиатураның үстіне салып кейін жазып қойыңыз атын. Томизм философиясын негізінен қалаған Аквинский. Бұл сұрақтың жауабы дұрыс. Қалғандарымыз орындарымыздан орындаймыз, басамыз осы тапсырманы. Бөл орындаймыз, қазір шығып тұрған сіздердің атын беріңіз. Номинализм мен реализм патристикасының негізгі бағыттары жоқ бұл. Бағыттары жоқ. Бұның бағыттары схоластика болады. Схоластиканың негізгі бағыттары, иә? Болады. Адамдар қауымдастығын жер қаласы және Құдай қаласы деп екіге бөлген оқыған. Жоқ, бұл сұрақтың жауабы Акварели Августин болады. Авгелий Августин. Орта ғасырлар философиясы космоцентристік сипатта болды. Дұрыс емес, дұрыс жауабы теосентристік болады. Үшінші орында жаңа заман философиясы тақырыбына көшеміз. Сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Ол бойынша ол үшін біз көздер бағдарламасына кіреміз. Сәйкестендіруді таңдаймыз. Сәйкестендіру тапсырмасын кім орындайды? Белгілеп қойыңыз.
тапсырманы оқып, дұрыс жауабына сәйкес жауап алып отырасыз. Субстанциялық мұна деп атаған философ Лейбниц. Адам ақылы тәжірибесі еңбегінің авторы ол Джон Лок. Таным теориясына индуктивті әдісті енгізген философ ол Бекон. Левиафан еңбегінің авторы ол Гоббс. Онда келесі бөлімге көшеміз. Классикалық неміс философиясы, карточкамен жұмыс жасау. Бірінші сұрақ, сұхбаттасу өнері ұғымын білдіретін сөз. Индукция, метафизика, диалектика, схоластика, патристика. Один. Диалектика. Дұрыс дейді. Келесі сұрақ. Диалектиканың неше заңы бар? Үш заңы. Келесі сұрақ. Ескінің жойылуы және жаңаның туу арқылы шешілетін процесті бейнелейтін диалектиканың заңы қайсысы? Қарама-қайшылықтардың күресімен бірлігі ма? Иә. Дұрыс дейді. Міне барлық сұрақтарға толықтай дұрыс жауап бердік біз.